Қош келдіңіздер, құрметті достар. Біздің 3 жылдық уже 3 жыл қолдап келген көрермендер. Мың алғыс, рахмет, көп-көп. Рахмет, қалайсыздар? Что-то аз, да, шапалақта бізде, да? Иә. Ондай 2 жылдықта, 1 жылдықта болмаған сияқты ондай. Болған жоқ ондай. Что-то мына қара қазір біздің Оралдың жастары тоқтамай шапалақ ұрады қазір. Ондай жоқ. Бар ма ондай? Да? Иә. Әлі ұрады, мен айтайын бар ма? Қара қазір. Сөйлетпей ма? Сөйлетпейді ка. Сөйлетпей ма? Иә, қара, міне қара. Міне. Вау, неожиданно. Рахмет. Рахмет, осындай көңіл күйде отырыңыздар, құрметті оралдықтар, баршаларыңызды көргенімізге қатты қуаныштымыз. Иә, құрметті достар, 3 жыл бойы бізге постоянно келіп жүрген көрермендер бар ма? Шапалақ ұрайықшы. Енді осы 3 жыл бойына бірінші рет келіп тұрған бар ма? Иә, мұнда келе қойсаңдар, бізде бірінші келгендер всегда тост айтады. Иә, кел. Жоқ, серьезно келіңіздер. Жайлап, мұнияқтан келіп, мұнияқтан шыға бересіздер. Билеп шыға бересіздер. Құрметті достар, басқа қаладан келгендер бар екен, Өскеменнен келгендер бар екен, иә? Серьезно ма? Естідің ме жаңа Өскеменнен келді? Өскеменнен келген бар ма? Не істеп жүрсің деп. Айтамын, қош келдіңіз, қатты қуандық. Және бір брат семьясымен арнайы осы кеш үшін Қостанайдан келген. Бар ма, брат? Серьезно ма? Жеттің ба? Бар ма, шапалақ ұрсыншы сол кісі? Мәссаған, брат. Неге? Неге рисковать етесің десең? Ойнап айтамын. Сосын, құрметті достар, айтпақшы, образымыз қалай, стиліміз? Ұмытып кеттің ғой. Үстіміздегі пияз қалай? Иә, реакция қойыңдар. Құрметті достар, бұл стилін бар. Біз 3 жыл біздің стилистіміз бар уже, прикинь. Сондай арчықта жүр, короче. И бұл барлығы Есенов ерлер дүкенінен, құрметті достар. Иә, рахмет. Иә, біздің бүгін концерттің демеушісі полный бізге подобрать етті. Қатты кетіп отыр. Бізде балдардың бәрі Есеновтың костюммен шығады. Реакция беріп отырыңдар шыққанда. Арамызда оверсайз киіп көрмеген құттай 1-2 жабайы адамдар бар. Шама келсе білдіртпей отырасыздар. Иә, камера шығады, анау Филипп Киркоровтың жас кезі болып тұр анау. Біздегі черный негр Асикті знаете? Ақ кроссовка киіп отыр. Асик ақ кроссовка. Қараңғы ғой мұн жерде. Тек ақ кроссовка тұрады Асик оқанда. Мұн жерде болды. Иә, бәрі күшті енді да, келіп киіндіріп мықты қылып отыр ғой. Бірақ мұн жер подвать етіп тұр, мына жерлер. Иә, мынау жаман подвать етіп тұр, енді әңгіме жоқ. Бізде тағы бір оверсайз киім алдырттық. Мынау екінші костюм негізі. Оверсайз болып келді, Ежан екеумізге топик болып тұр анау. Сосын қайтып бір үлкенін алдық. Есенов айтты бізге дүкені. Брат, давай үлкен концертке мен көмектесейін, киім берейін. Брат, Сабуров сияқты шығындашы деп. Киім Сабуров болып тұр. Но! Мұнжақ басқаша болып тұр. Иә, көп рахмет. Мен аузым құрағып кетті, су ішіп алайыншы мен. Самат, қандай су ішіп жатсың? Кәусар фирмасының суы ғой, брат. Ой. Иә, және де, құрметті достар, біздің үлкен концертті қолдап, Кәусар суы, жалпы Кәусар фирмасы келіп қолдап отыр бізді. Үлкен рахмет айтамыз. Иә, иесі, басшысы, Марлен ағамыз келіп отыр, және коллектив полный Кәусар ұжымы келіп отыр. Қош келдіңіздер, баршаларыңызда. О, міне. Скоро Кәусар фирмасына 10 жыл құттықтап қояйық. Любой қонақтық, любой сушняк. Мекемеге оптовый сусын, ең бастысы алкогольсіз. Алкогольсіз, ең бастысы алкогольсіз. Ең таза сусындар. Хабарласыңыздар. Қымыздың барлық түрі бар, мен сендерге айтайын. Өте керемет, Кәусар фирмасына құрмет, қошемет. Қошеметтеріңіз, достар. Ас құртуға жақсы екен, ішінде зәмзәм бар. Бана, мен плов жеп алып едім ғой, Макс Пловтан. Қайдан, Самат? Макс Пловтан. Иә, құрметті достар, және де біздің үлкен концертімізге тағы да бір қолдап жүрген жанашыр ағамыз, Асхат ағамыз, Макс Плов иесі, Макс Пловтың иесі. Иә, шапалақтарыңыз, құрметті достар, Макс Пловка көп жерде жоқ, Оралда бар, 24 сағат. Қалаға қонақтар келсе, ұялмай апаратын орындардың бірі, Макс Пловқа құрмет, қошемет. Иә. Самат, ана жерде біреу AirPods тағып тұрған секілді. Қай жерден алған ол AirPods'ты? Менің ойымша ол iRepublic'тен алды.
iRepublic? Және де құрметті достар, біздің үлкен концертті тағы да бір қолдап отырған iRepublic дүкеніне алғысымыз шексіз, рахмет. Мен таң қалам, iRepublic Оралға осы жақында ашылды ғой. Келіп өзгертіп жіберді Оралдың өмірін. Маған мысалы наушниктер осы уақытқа дейін қымбат деп ойладым мен. Кейде тұрғасын ба, мен ойладым, туған юбилей болу керек деп. iRepublic келді көшеде шелпек құсап таратып жүр ғой. Осы жаңада 10 штугын таратып жіберді ғой. iRepublicқа шапалақтарыңыз, және онда біздің балдар жұмыс істеп жатыр, карантина продакшндағы. Біздің балдарды қайтарсаңыз ағай. Самат, қандай парфюм сүйіп алған қараш деп тоқтамасақ. Полный. Құрметті достар, мына пакетті қарашы. Любой рекламалай берсек. Көңіл күй қалай, құрметті оралдықтар, барлығы жақсы ма? Құрметті бізді YouTube-тан қарап жүрген көрермендер, бізді қолдап жүргендеріңізге көп-көп рахмет. Біздің 3 жылдық концерт басталады. Жақсы қаралым болсын. Көп-көп рахмет. Шапалақтарыңыз. Қаттырақ шапалақ, біз бастаймыз. Құрметті достар, қазір шығатын резиденттің киімі өте мықты, мен саған айтайын. Айтпақшы, Нұршат шығайын деп жатыр қазір, құрметті достар. Адамдар келген ба қарауға? Нұршат шығайын деп жатыр. Кішкене стильні киінген енді. Киінген емес, киінді. Барынша білдіртпейсіздер, хорошо? Ендеше сіздердің алдарыңызға Есенов, Нұршат, оверсайз ұлын шақырамыз, құрметті қошеметтеріңізбен. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма барлықтарыңыз? Өздеріңізге бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Өзімде шокай болып тұрмын, мынандай киім. Өмірімде алғаш рет. Мама, отырсың ғой да? Алып кетеміз мына киімді үйге. Сәпсемге берді. Есенов. Қуанып тұрым, жаба бар ғой. Ұялмай 7 тойға кием ғой ертең. Қатар-қатарынан. Қалайсыздар, амансыздар ма? Қазір күн салқын енді. Мұздақ байқап жүресіздер ғой енді. Гололед. Әрең айттым осы. 4 күн дайындалдым осы сөзге. Еще беті қар ғой. Қашан құлайтыныңды білмей кетіп жатасың ғой. Андай кісі болып жатқан кезде құлайсың ғой, андай көптік орталарда, остановкілерде, автобустан түсіп жатқанда құлап, ең жаманы құлап баратып, қолыңды қалтаңнан шығара алмай қалғаның ғой. Кетіп жатсың осылай міне. Шалқалап, мынау шықпай жатыр міне. Жерге құладың, соның өзіне шығара алмай жатасың ғой. Соғымға кетіп жатқан сиырлар сияқтысың. Жерде жатасың осылай. Сосын біреудің құлағаны, зияны саған тиген жаман. Кетіп бара тұрып, біреу құлап батады да, курткың мына жерінен айыр жібереді олай. Анау, тігісінен кетсе екен ау. Жоқ, анау. 3-ші қалта қылып береді саған мына жерден. 2 қалта, 3-ші қалта мына жерден. Деріскім, соттың салып қоясын ақшаларыңды мына жерге. Мен базарда кетіп баратым, тоже біреудің зияны маған тиді, құлағаны. Базарда кетіп баратырмын, алдымда апай келатыр менің. Осылай кетті да тоже. Осылай кетті да аяғы жан жеріме тиді ғой менің. Жерде апай жатыр, маған андай көзбен қарап жатыр. Балам тұрғызшы мені деп. Балам көмектеш. Апа өзіме де көмек керек деп қарадым бүйтіп андай. Андай өкшемен 1-2 секір жіберетіндей болып тұрды да. Сосын әрбір адамның бір танысы бар шығар. Менде сондай танысым бар, досым. Болмайтын нәрсеге мақтанады ол. Родной, бүгіндікке мен 1 сағат ұйқымен жүрмін дейді. Не істейін мен? Аяма шайқап ұйықтатайын ба сені? Неге ұйықтамайсың, айтшы? Бала емізетін апайсың ба, түнімен ұйықтамадым дейтін. Кімге не дәлелден келжір өшше?
сосын тағы бір мақтанбайтын нәрсемен мақтанады. Нара, родной, 12-де ішім ауырып тұрған, сағат 6 от, әлі бармадым туалетке дейді. Сосын мен кеше ғана мамама айттым. Мама, мен үйленем дедім. Балам, пока тұра тұр, обыш қымбат дейді. Сонда бәрібір ма, мен кімді білсем де? Огурцы, помидор қымбат болды ма менің тағдырымнан? Подругаң Салтанат апаны әкеліп тұрсам да бәрібір сияқты саған. Мен ертең болашақ балама не деп айтам? Балалы болам ау бұйыртса? Болсам екен? Бұйырсыншы. Кроссовкамен жүрмін, сосын айтып отырмын. Балам айтса, әке, жағдайларыңыз нормально болды ғой, негіз по идее болған ғой, нормально, жағдайларыңыз жақсы болған, неге ертерек үйленбедіңіз десе, мен балама айтып, балам ол кезде ош қымбат болды. Сосын мен ең жақсы көретін нәрсем мектептегі тесттер ғой. Қазір енді заман дамыды, электронный түрде тапсырады тесттарды. Ал мен өзім оқып жүрген кезде 12 беттік дәптердің 2 бетіне тапсыратын едік тестті. Сондай тапсырғандар бар ма араларыңызда? Сыртына фамилияң мен атың жазасын, ішіне нұсқаң жазасын. Нұсқаң жазып атқан кезде примерно старсыға қарап отасың ғой. Екінші нұсқа ма? Так, мен бұны жаққа отырайын онда. Сосын 20 сұрақ жазамда бәріне С деп белгілеп күтіп отырам. Неге? Өйткені С любой әріпке айналдырып жіберуге келеді да. Апай тұрып дұрыс жауаптарын айтып тексереді ғой. Бірінші сұрақ А дегенде ұялмай ғана белгілейсің ғой. Д дегенде Д. С дегенде оның 20-сы бар менде. Сосын қошеметтеріңіз болсын. Сосын мектептегі ең жақсысы көретін нәрсем ол туған күн, мектептегі туған күндер. Ұзақ қоңырауда туған күн иесі кекспен 5 литрлік сокпен кіріп жатады. Апай тұрып айтады, парталарды қосыңдар дейді. Рахат сол кездер ғой. Ана алып келген соғы әлемдегі ең арзан сог анау. Ана соқтан жаңбырдың суының дәмі шығады. Сосын әрбір ортада бір туған күн ұйымдастыратын қыздар бар да? Группа шатта. Сондай бар ма қыздарың? Дос қыздарыңыз? Менде бар мысалы. Группа шатта, тәк, балдар, қыздар, бүгін кешке Айдостың туған күні 12-де құттықтап барайық бәріміз. 500 теңгеден лақтырыңдар дейді да, ең соңында 5500 теңгені өзі шығарып атады ғой. Шармен торт алып атады. Сосын байқайсыңдар ма? Сондай қыздардың өзінің туған күні келгенде ешкім құттықтап бармайды оларды. Сосын группаға жазып жібереді. Таза мал екенсіңдер. Біреуіңе де қалмай құттықтап бардым ғой, сендерге жақсылық жасап қажет жоқ дейді. Сосын келесі біреудің туған күніне айтқанда тағы бастайды группа ашып. Сосын туған күн жасайтындардың үнемшіл туған күн жасайтын отбасылар бар. Жаслан 40 жас, Санжар 1-ші классқа бару дейді. Тип үнемдеп тұр. Негізі Жасланның туған күні наурыздың 27-сі. Санжар 1-ші классқа сентябрьде бар. Арасы жарты жыл. Ұялмай ғана жасайды осыны. Онда жасайық бәріміз. Так, Санжар 1-ші классқа бару, Есқабыл 24 жас, Жаслан 40 жас, Мәнчук 80 жас. Жасайық онда бәріміз. Сосын мен осы нәрсе қит болып жатыр екен, туған күн жасау. Хангерей дейтін кісінің туған күніне бардым. Бірінші рет көрдім. Көзін байлап алып келді, айтпай, сюрприз жасап, тойханаға. Тамады күтіп алды, тума туысқандар бәрі күтіп алды. Туған күніңмен бірдеңе. Ол сюрприз емес, сендерге айтайын. Сюрприз деген андай болады. Оған айтпай, атына кредит алып жасатсайсың. Деріске қылып жасатсайсың, өзін шақырмайсың. Сосын артынан туған күн біткеннен кейін звондайды ғой. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Хангерей ме екен? Я Хангерей. Жусан банктан звондап тұрмын, кредит қашан төлейсіз? Вот міне сюрприз. Көрдіңіздер ма? Барымыз бірімізге сюрприз жасап жүрейік. Мен де бітті ағайын. Сау болыңыздар. Нұршатқа шапалақтаңыз қатырақ. Қошеметтеріңізбен Нұршат. Есенов Нұршат.
Нұршатты көруге келгендер бар ма бізде? Қалай, группаласы бірден естіздер ма? Әулеті десе. Полный семья. Иә, жаңа мама туралы күшті айтып кетті да, овощ қымбат дейтін. Шын ғой да, мамаларға бәрі қымбат қой біздің үйде. Любой нәрсені қымбат қылып жібереді ғой. Бізде мысалға үйде әлі взлетный деген кәмпит бар мысалға. Хамлей дейтін пішіне бар дейтін. Ана краб дейтін кәмпит бар әлі бізде андай. Үлкендердің бәрі қатты экономдайтын сияқты. Мысалы, менде мындай болды, таңертең базарға бару керек деді. Барайық дедім, алтын алмаға деді. Давай алтын алмаға барайық дедім. Неге ана базарға бармайсың десем, ана жақта 10 теңге қымбат дейді. 10 теңгеге қымбат. Әрине, алтын алмада арзан. Себебі онда Кәусар фирмасы бар ғой. Анау кім? Филипп Киркоров па? Құрметті достар, қазір шығатын стендапер, ол Мирас айтып кетейік. Мирасты көруге келгендер бар ма? Киіміне мұқият қараңыздар. Анау вообще басқа планета. Оралдық емес анау. Ендеше сіздердің қаттырақ қошеметтеріңізбен Мирас Айгиев! Жабылатамыз! Ассалаумағалейкум, бүгінгі менің рок концертіме қош келдіңіздер. Есеневті банкротқа атқанбыз біздер бүгін бар ғой. Нұршаттар біздің іш киімге шейін алды Есеневтен. Бұрын ондай іш киім киіп көрмеген ғой, Тахир деген іш киім киген ғой андай. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Қош келдіңіздер. Мә, қазір заман дамыды, қараш қандай свет, LED экран мықты да. Бірақ заман дамыса да, әлі күнге шейін ескі адамдар бар өмірде, ескі адамдар. Алдында біреу баласын көтеріп тұр, и біреу келді де сұрайды. Сенің запчастың ба дейді. Не ол? Баланы затқа теңейді. Бүйтеді. Балдар толып жүрсе, мынау кімнің прицеп бар, жазыңдаршы дейді. Үйдің соңғы баласы болсаң да, мынау Қайраттың соңғы патроны ғой мынау. Сосын бардым айттым, не ма? Сорғайын тұрып тұр ма? Дейсің басқа. Қазір заман дамыды, қазір үйінде ешкім от жақпайды. Отты қазір бары қайда жағады? Иә, TikTokта жағады қазір бары отты. ДП қыздар шашады мен бар ғой. Мирас TikTokта от жағайықшы, жақпай мен күйдіресің мен сені. Түсінбеймін. Залда мына TikTokта от жағайық деген түсінбей отырғандар бар ма, шапалаңыздар? Иә, кетті ғой міне, ксро адамдар келген ғой, ксро адамдар. Достарым жаман қартайып баратыр мен, достарым. Қарапайым, алдында бір не айтады маған. Давай, келесі шиыршық алсақ дейді, шиыршық. Жастары 23-те, всего лишь. Давай, келесі шиыршыққа бәріміз әртүрлі ұлт болып киініп келеміз дейді. Балдар қуды айдалаға. Менің Бектас деген дос балам бар, араб болып киініп келді. Сендер 15 күн жүретін араб көрдіңдер ме? Вечердің соңында мас, ассалаумағалейкум, ей! Дос балдарымнан қатты қорқам мен. Бір рет дос балдар менен туалет қазып жатыр. И бір ДП дос балам тұрды да, болғасын бірінші мен шығам дейді. Не сөз ал? Бірінші шыққан сияқтысың ғой да, жаман күлдің ғой. Жалпы мына өмірімізде бір нежданка атып шығатын адамдар бар да, байқайсыңдар ма? Бір телеграмда Атырау такси, теперь телеграм деп атып шығады ғой өміріме. Шошып кетесің ана. Бұрынғы бір айдаладағы бір группаластармен шығады. Айнұр гір, теперь телеграм. Мына Питикантроп телеграм дегенде ашты ғой дейсің. Алдында шошып кеттім. Марқұм атам шығып тұр ғой маған. Ата, теперь телеграм деп. Ойлап қоямын, бұл жақта Wi-Fi ұстай ма, қалай ол? Сөйтсем, бір очкам ата номерін алған. Күнде атадан сообщение келеді, ағатай тиын бар ма деген. Мына қазіргі таңда қазақша дубляж қатты дамып кетті. Бар ма залда қазақша дубляжбен кино қарайтындар? Иә. Кеше маған дос балам айтады, мен мықты кино көрдім, көрінбейтін қонақ деген мықты кино көрдім. Невидимый гость ғой анау, қазақша көріп тұрған. Көрінбейтін қонақ. Жақсы бір ужас шықты ғой, барайықшы, шыңғырық деген дейді. Крикті көріп жатырмын мен. Зачем ол қазақшасын көріп мен қайтып. Крикті көріп жатырмын мен. Қазақтың жалпы дубляждары қатты астра сілтейді мен, байқағаным бар ғой. Өрмекші адамды көрдім мен, қазақша. Өрмекші адам. Қарғыс атқыр Мэри Джейн дейді. Қазақ болып тұрып олай сөйлемеймін мен. Питер Паркер қалай біледі ол Америкадағы. Әрбір класста байқайсыңдар ма, ағылшын тілін өзінің ана тілі сияқты оқитын қыздар болды. Р демейді ғой, р деп. Мирас деп қудыртады ғой барынша. Бір рет біздер ағылшыннан текст оқып отырып, жеті қазына деген текст оқып отырып. Казак бірдеңе таза деген сөз ғой енді. Ана классас қызым тұрды да, казак бірдеңе тейзи деді ғой.
тазы енді қудататын сөз емес қой дейзи деп оны не пикми қылып тұрсың тазыны итті пикми қылып ағылшын тілі деген вообще тек қана күлетін сабақ қой болды апай оқып отырады да always десе болды ғой жыртылып қалады бәрі апайдың өзі күлетін болды бізде always дегенге не күліп отырсыңдар always-тің қай жері күлкілі оны не күліп отырсыңдар не күліп отырсыңдар неге күліп отырсыңдар деп өзі бір жыртылып жатыр ане қарап бір мектептен бір ағылшынша оқып үйренген ешкім көрген жоқпын мен бар ғой осы күнге дейін екі группаға бөледі дейді ғой бұрын білесіңдер ма ағылшында екі группаға бөледі одан сайын тупойларды екі классын көбейтіп осыдан басқа ана группада екі группаға бөледі ана группада күшті кәдімгідей бір группада кілең оқитындар бір группада кілең жартыбастар оқиды ана группаға қарап қызығасың кәдімгідей фоне келі ана группада кілең always болды апай санайды 10-ға дейін апайдың өзі бізде қатты қудыртатын болды апай 10-ға дейін санайды 1 2 3 4 5 6 7 деп апай қатты қудыртатын болды бізде ағылшын тілінде бар ғой мен байқағаным бір бала кешігіп келеді апай сағатта кешігіп қалдым кіруге бола ма дейді апай тұрады да осыны енді ағылшынша айт дейді кешігіп қалып қуып тұрасыз өзіңізді апай мама кірім жоқ қой атаң 40 болды кеше кешігіп қалдым жалпы мына әлемде мына хайыр деген күшті сөз бар байқайсыңдар ма хайыр деген күшті сөз бар любой нәрсенің өзінің хайыры бар деген бірақ сол хайыр деген сөз всегда байқайсыңдар ма кілең вертак кезде айтылады ғой телефон жоғалтып алып мал болып отырсаң біреу кетті хайыр енді дейді ғой басын кетіріп адам авария болғансың басың жарылып жатыр қолың сынып қалған екі машина аударылып жатыр сен не правсың біреу келеді де досым хайыр енді сынған қолмен ұрып келеді ананы сол хайыр деген сөзді вообще орынсыз қолданатын дос балдарым бар менің мен ставка тіктім біреу шықпай қалды хайыр енді ол күнә ол хайыр емес ол жалпы қазақтар жаман жабайымыз ғой біздер байқайсыңдар ма жаман жабайымыз мына қарапайым орыстарға қарасаң қызығасың бар ғой кәдімгі жарға сурет салғандардың өзіне баллончикпен пс деп қотырып сурет салады бізде ше лиматқа кіріп соның шетін қарасаң сызып тастаған тайпақ сыйла деп өйтіп ауылын жақсы көрмей ақ қойшы сен пожалуйста ал тайпақ деп жаздың ал не ол тайпақ нью йорк болып кетті ма не болып кетті ал дамыды ма тайпақ өйтіп тайпақ деп лиматтың столына жазып сен тайпақты әлемге әйгілі қыла алмайсың сен залда бар ма тайпақтың балдары бар ма не онда менде бүгінге болды рахмет достар Мирасқа құрмет қошеметтеріңіз шапалақ қаттырақ Мирас балағың қалып қойды десең өзі давно уже ана кіріп кетті балаға әлі кетіп жатыр ғой көк тудың желбірек ана рахатта тоңбайды да әйтеуір ішіне аслан кіріп кетеді жамылады әйтеуір самолетте сексе өлмейді ана парашют қой құрметті достар жаңа дубляж деді ғой иә байқайсыздар ма кинотеатрда көп голливудтық фильмдар қазақша дубляжбен шығып жүр байқадыңыздар ма мына моана 2 барлығы қазақша қазақ тілі дамып жатыр құрметті достар голливудта түсініп алған моана дегенде не апа жүгіріп кетсең жерден дариға бадықова не позор болып тұрсың ОМОНдармен кіріп келсе очі екеуі андай бар ғой ана дубляжда мен не қарадым короче мстители марвелдің киносын қарайтындар бар ма иә соның интернетте несі бар екен қазақша дубляжбен и андай ұтылып жатыр таныстармен төлесіп жатыр да и железный человек тұр халық тор бәрі тұр и железный человек тұрады да бетін маскасын шешіп не бел кетеді не белбеу кетеді дейді короче аналар айта ма не ондай не иә капитан америка тұрады да бетін шетін ұстап сен не маған қоқан лоқы көрсетіпсің мен айтпаймын ғой даже бізде қоқан абылайхан өзі айтпаған шығар қоқан лоқы деп ана жаңа несі де қызық болды маған жақсы бір сөздер айтты ғой бірдемелер айтты буквалар толтырып ана недегі жарға ма жарға бірдеңе сызамыз дейді ғой бір рет көкшетауда жүрмін борабайда көкшетауда жүрсем ана кәм күшті ортада судың ортасында тас бар ғой білесіздер ма ана күнделіктен көрдік қой баяғыда сол тас тұр соның сыртына жазып кеткен ғой неше түрлі адамдар өзім история түсіріп келатырмын бүйтіп история түсіріп о нағаш адамдар жабайы бірдеңе десем қаратөбе сила деп тұр серьезно резко завершить дедім да соткам өшірдім да сол ақтадым
ана айтып келмей алды ана бар ғой біздікілер жан жақта ұят. ағылшынды да айтқанда құрметті достар, мен мысалы 11 жыл бойы 2 класстан басталдым мен вообще 9 жыл бойы андай серьезно қараған жоқпын ағылшын тіліне. Тек сен емес Саматжан. Иә, көп сияқты да андай оқыған жоқпын. Мен вообще білген жоқпын. Мысалы отырасың, маған ол бір уақыт өткізетін бір личный уақытым болды 45 минут. Иә дейді біреу. Апай кіреді, тұрасың. Good morning children. Children болды хорға. Байқатпайсың мен. Білмей қалдым. Good morning teacher'ны жақында білдім тек. Болды мына. Good morning children деші болды мына. Good morning children. Қалпа, чечевесен су болды. Ортасы қыстырып жібересің. Қыстырып жіберсің, болды. Жеке сұраса ше. Жеке сұраса. Майнезис дейді ғой бізде балалар. Сондай класста оқыдым ғой мен. Майнезис, Самат. Мен... Бірақ мәнің, Самат бірдеңе айтайыншы, бірақ универде қайда оқыдыңыз? Мен английский, немецкий таңдадым. Неге екенін білмеймін. Жаңа children'ді білгінге кешер, может? Маған жаман қиын болды мен универде. Тхе деп кіріп кете беретін болдым ғой. Группаластарым 11 жыл бойы курсқа қатыспақты мықты оқып келіп, ағылшынды кәдімгідей өздері таңдағанда, бізде мама тұртта переводчикте ақша көп деді, тық жіберді ондай. Мама? Иә. Мен де алдан қалдым, переводчикті кім деп ойладым, Джейсон Стэтхэм. Түсіп кеттім, короче, маған жаймен скучно болды. Бізде андай сабақтар болды, ағылшынша кино қарайсың, ескі. Дубляждым жоқ, чисто ағылшынша жүріп жатыр. Вара, кара деп. Қалай? Вара, кара деп жатыр. И отырамын, короче. Бар, ондай кино бар, мен И көрдім. группаластарым кәдімгі қарап отыр, мен ішім пысып кеткен, аналар сөйлеп жатады. И бір кезде тұрды группаластарым. Түсінеді ғой бір киноны. Лағыз потеря. И мен бір группаласым неге ұрып келді? Work and Travel'ға ұрып келді. Work and Travel жейтін ба ол? Саған бәрі жейтін ба? 6 айға Америкаға ұрып келді. Work and Travel'мен. Килтте анау данып кетті ғой. Родной, қалай Work and Travel қалай болды? Жоқ. Work and Travel. Work and Travel. Негізі бар ғой, Work and Travel'ға баратырым деп кетті ғой. Иә, өсімен бірге. Work and Travel. Андай бір кола алсын, кола бере қойса қанша? 5 теңге десе, $1 3 цент. Сондай ақты көп кеткен. Бір кофта киіп білесің ғой жазуымен. The don't, the everybody, forever young, вечный молодой. Деп алып өзі Вечный молодой. күшті ол оқып жүреді, вечный молодой дейтін розовый кофтаны аударып. Ол өтірік ұйықтатып жүрген бар, может сендерді? Может, ол осында отыр, Аслан? Иә, құрмет, қошеметтеріңіз хаттырақ. Неге шамайынсе даму керекпіз ғой, біз қазақтар мен әлде қайда алға дамып кеттім, жалғыз өзім, мысалға, сіздер әлі арттасыздар да, мысалға. Тхе деймін ғой, бай қарап тұрсаң да. Бірақ зачем үйлеспейді ғой да. Қазір, Аллаға шүкір, ағылшынша дамыды. Резюмеге жазып қоятындар бар ғой. Қазақша тілі, русский разговорный, английский со словарем дейді ғой. О, не алдап жүрсіңдер өздеріңді? Қазір шүкір, Аллаға шүкір Кітадағы сөздерді дамыдық айтып. да. Көбі ағылшынша біледі. Білесің, біле, бар ма бізде мықты білетіндер мұнда? Ағылшынша сөйлейтіндер бар ма? Болды, үшеу ғой болды ғой. Қалғандар словарем ғой болды ғой бізде. Аллаға шүкір білесің ғой, стендап, сникерс, твикс. Ал сөздер ма? Заманнан қалмайсың, кока-кола. Milk Way дейсінші, короче, да? Milk Way бар. Рахмет, қатырақ, қошемет, әрімен қарай жалғастырамыз. Келесі шығатын резидент киіміне мән беріңіздер деп қоймасам. Құрметті достар, таза американец анау. Түрі өте мықты. Бізде красавчиктардың бірі. Андай киноларда білесіңдер ма? Бір бай 50-дегі әжелермен жүретін жас еркектер болады ғой. Сондай ғой, трусидің сыртында качок жігіттер тұрады ғой, бүйтіп. Примерно сол ғой, короче. Елестетіңдерші, аяқтан бастап алыңдаршы. Примерно базарда жүрсіңдер, и жаңағы коробкаларда бүйткен мужиктар тұр. Примерно елестетіңдер. Келесі комик Армат Қанатұлы шабақтарға. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Көңіл күйіңіз қалай, шапалақтарыңыз? Осы уақытқа дейін жасым 28-ге келіп, мен өмірдегі ең үлкен қателік жасадым. Бизнес тренингке бардым. Еще 500 мың теңге төледім.
маған біреу келіп Армат өмірдегі ең үлкен 3 қателікті айт десе, адам өлтіру, қыз зорлау, бизнес тренингке бару дер едім. Бизнес тренингке билет алатын кезде маған менеджер айтады, тағы да миллион төлесеңіз, сіз бизнес тренермен жеке кездесіп шай ішесіз дейді. Алған шай ол миллионға. Ана шайды ішкеніңіз сразу мен миллиардер болып кетем бе? Жоқ. Неге мен онда миллион төлеймін? Сізге бизнес тренері миллионға жетудің 3 қадамын көрсетеді дейді. Алған қадам ол. Біздікі 1000 теңгелік қадамдар ғой. Сосын айттым, қуасың ба, қайдағы миллион, қайдағы шай, мен шай іше алмай жүр деп ойлайсың ба дедім де, миллион теңге төледім. Сөйтіп мен бизнес тренингке бардым, залда талпа мен сияқты 1000 лох отыр. Бір уақытта ортаға бизнес тренер шығып, өзін сөйледі. Оказывается, біздер деп мына сендер барлығын каждыйың бедный мышление екенсіңдер. Бана күліп жатсыңдар ғой, 500 000 миллион теңге төледі дегенге. Вот сол бедный мышление екен. Ал мына менікі богатый мышление. Өзімнің дамуыма деп ақша құйып жатырмын да. Әлде мен алданып қалдым ба? Сөйтіп мен шығып бизнес тренермен жеке кездесіп шай ішуге бардым. Ал не айтты деп ойлайсыңдар? Жағаларыңды ұстайсыңдар. Егер де сен жетістікке жеткің келсе, таңертең ерте оян, пожалуйста. Явно ол бәрі біледі ғой оны. Мықты бизнес бастау үшін ең бастысы бизнес идея керек дейді. Болмағасын келіп тұрмын ғой мен саған оны. Жаңалық қылып айтып тұр да маған деген ол. Ал бизнес идеяны іске асыру үшін ең бірінші ақша керек дейді. Прикинь, ақша керек екен. Мен сендерге тегін айтайын, егер де бизнес бастағыларыңыз келсе, ақша керек. Сосын десем, осы дейді, миллионға жетудің 3 қадамы дейді. Егер де сіз 5 миллион теңге төлесеңіз, мен сізге миллиардқа жетудің 5 қадамын көрсетемін дейді. Керек емес. Мен біліп тұрмын да ол не айтатынын. Жетістікке жету үшін ерте тұру керек, ол үшін будильник керек деп тұр ғой. Бизнес бастау үшін ақша керек, желательно наличка. Машина айдап келатырып, қасыңда папаң отырып, кішкентай бір ям ұстап алсаң, папаң айқалаған кезде өмірге келген өкінесің. Папаң саған арнап сол жерден ой, он боғауыз шығарады саған. Ал папаң рөлдеге атып, сен қасында келіп, папаң нән шұңғыр ұстап алса, темір ғой дейді ғой. Сол темірмен жағынан айырып жібергім деді кәдімгі ғой. Вообще машина айдап кетқанда қасында папаң отырған вертяк қой. Анда явный нәрселерді айтып отырады ғой. Қазір оңға бұрыласың. Пешеходтан адамдар өткізіп жібер. Тоқта, қызыл жанайын деп жатыр. Үлкен кісілер түсіну қиын, көшеде бір үлкен кісімен әңгіме соғып қаласың. Ана кісі тұрады да, балам әкең қай жылғы? 65. Жап-жас екен ғой. Қалай жап-жас ол? 60-ға келген шалы ғой. Сонда оған 20 жастағы бала сәби ме? Бала кезімізде барлығымыз телевизор қарап отқанда, мамамыз келіп телевизор айтсап, болды енді телевизор демалсын дейтін еді. Қалай демалады ол? Ол мысалы айтқан жоқ қой, кино көрсетіп шаршап кеттім, ұйықтап алайыншы деген жоқ қой мысалы. Жалпы байқайсыздар ма, сосын капюшоны бар пальтоны тек орыс балдар киеді ғой. Соларға арнап тіккен сияқты. Вообще капюшон мен пальто вообще келмейді ғой бір-біріне. Өмірде ондай киімдер өте көп. Сетка, футболка зачем мысалы? Бүткіл денең көрініп тұрады. Шарф болады, малақай 2 в 1, зачем? Ретиковать етіп оны. Ішінде жүні бар туфли мысалы. Аяғыңа киесің, нәптен гүліш сияқты болып тұрады анау. Двухсторонный дамбал мысалы, зачем қалай киесің оны? Двухсторонный ветровка дейтін естіп едім. И то оның өзінде бір жағын киіп жүресің. Жалпы Қазақстан Республикасының полиция қызметкерлерінің жұмыс істеуі қызық. Андай үлкен, ауыр қылмыстарға немқұрайлы қарап, бірақ байқайсыздар ма, мелкий делаларды күшті жұмыс атқарады ғой. Түнгі 12-ден кейін 18-ге толмағандарды қалай ұстайды олар деген. Ресторанда тамақ ішіп отқан жерінен ұстап алады ғой. Қанды қол қарақшыны ұстағандай. До конца тамағын ішкізбей оның. Ата-анасын шақыртып. Ананың ата-анасы 250 километр жерде тұрады да. Жолды кесіп өткенде алдынан екеуі қалай күтіп алады сені. Аға байқамай қалдым дегенге қарамайды ғой. Шапалақтарыңыз. Жалпы қуалжып тұрмын айтқаныма, негізі айтпауым керек еді мен. Зачем маған мысалы МВД-дан звондап тұрған? Армат Қанатұлы сен бе? Иә. Неге олай айтасың? Білмеймін. Біздің жұмысымыз саған ұнамай ма? Ұнайды. Неге олай дейсің? Білмеймін. Сол үшін мен бұны айтпайтын болып шештім. Жалпы көп адамдар айтады, өмірдегі ең үлкен қателік ол ақшаң болмаған, денсаулығың болмаған дейді. Мен онымен келіспеймін.
өмірдегі ең үлкен қателік, қиын жағдай ол қалада центрда кетіп ішің ауырған ғой. Дым бітіре алмайсың ол кезде сен. Ол ситуацияда кім болса, миллиардер болса да дым бітіре алмайды. Сондай жағдай басты кетіріп күндіз болады ғой еще. Шарықтау шегіне жеткен кезде болды, қозғалмай қаласың бір орында тұрып. Артық қозғалсаң біткен жерің осы. Сондай кезде алдыңнан танысың шығады, 2 сағат әңгіме айтып. Бар ойды, үлгірсем екен деп тұрасың. Жалпы мен тоқтамай 1 ай тренировка жасасам, Елдос Сметовті алып тастайтын сияқтымын. Ладно, 2 ай арасында бармай қалама тренировкаға. Білемсіздер, ойлап жатсам, мынау неге өзіне көп алып тұр деп. Оған кінәлі бизнес тренер. Егер де сен мықты болғың келсе, өзіңе мықтылармен күрес. Жалпы маған бұл бизнес тренинг ешқандай пайда берген жоқ. Хотя бы кеткен ақшамды қайтарып алу керек еді. Сондықтан достар, 20 желтоқсан күні өтетін миллионға 19 адам атты менің бизнес тренингіме келіңіздер. Бағасы небәрі 100 мың теңге, шай тегін. Менде осы, рахмет. Арман Қанатова. О, Армат, мынау саған. О, деп қуанып көтерсің. Жаңа нені айтты? Полиция дейтінді. Күшті айтты ғой негізі, да, полиция дейтінді. Байқайсыңдар ма? Андай жатады мен, участковыйлар 2 адам болып жүреді ғой всегда. Бір арық участковый болады, мынандай. Бір мынандай өтесің. Но папка ұстап жүреді ғой, короче. Иә, біреулер қорқынышты болады, біреулер вообще қорқпайсың ғой. Негізі қорқынышты емес қой, милициялар негізі қорқынышты емес. Просто біздер адамдар сөйтіп қабылдап алғанбыз да, негізі миымызбен. Негізі оларда адам жұмыс жасап отыр ғой, просто құжаттарыңыз бірдеңе десе, біздер мына жақтан не құжат, неге тоқтатасың конкретно? Неге ол, қалай ол, мен басқа жақтан Какой имеешь право? Причина остановки. Анаға құрсы жұмыс келіп жатыр. Тексер, ана бірдеңелер қара деп, біз мына жақтан қатайып. Причина остановки неге ол? Қайда баратқам, неге керек саған мен? Зайырлы мемлекеттен мен деп. Қоқ бөтеміз бірдеңе. Предъяви паспорт. Предъяви паспорт. Анау қасқа ұялып, андай не екен, жұмысқа не кіргенін білмей қалып. Негізі күшті адамдар ғой енді дейтін оларды да түсінуге болады енді біздер сияқты, сіздер сияқты жұмыс жасап жатқан адамдар ғой. Иә, негізі қыста да, жазда да, елге бірдеңе болғанда да қызмет жасап жүрген адамдар, сондықтан құрметке лайық деп ойлаймыз. Конечно. Кейбіреулері деп, мәнді. Енді бірақ кейбір бар енді, действительно, кейбір милициялар, асыра сілтейтін милициялар бар енді, бар ана. Не болды бауырым? Білет, андай болды менде, мектептің участковый бар ғой. Тупой деп ойлады ма, мен ағылшын сабағында отқанымды көріп қойдым ма, может, соны пайдаланғысы келді ма? Возможно. И балдардан, короче, тиын шешем, короче. О, типа сама. Кезінде жүрдік қой, қойдық қой. Ламчик стол. 20 теңгеме алам бір қыздан. 20 теңге? 20 теңге алам. Сен шешуге саналы ма ол? Сондай, не ғой, стажировкада жүрген кезім ғой. 3 сағатқа 20 теңге қойып тасташ, басайыр ғой, короче, сондай. Ана 20 теңге қорқып жүрген балада. Сөйтетте сол, не істеп, айтып қояма бірден, участковый келіп тұр, короче. И мен андай барасым, участковый шақырып отыр дегенде, 20 теңге ғой енді. Бүйтіп жерден қарасам тауып алатын, смело барып тұрмын ғой, анжиге барсам. Директор, завуч, участковый, ананың мамасы, мұғалима, мамасы. Амондар бар деп. Вертолет келіп тұр. Бәрі тұрды андай, қатты кетіп отыр, сен мен баламды бірдеңе 20 теңге ғой. Уже кім не істетті? Участковый мен алды да. Мынау детский колонна ғой сен. Кетші 40 теңге берейін, кетші. Милиция ма? Иә, 6 жыл ғой деп. Бірақ шынымен де 6 жыл ол Самат. Сен бір, сонда сен ініңнен біреу келіп 20 теңге сұраса, сен қалай шыдайсың мысалы? Емі бір пышақ қой. Жүріп кетсен. Иә, 20 теңге үшін қат ұстап отыр, қат жұмыс істеді сол кезде мектепте. Қаншама адамдар нормальный ақша алып шетелге. Мен айтыр алған 20 теңгем сол елде қалады ғой. Сол столовыйда жұмсаймын да мен. Мектептің қамы. Бәріне де столовый жұмсаса болады ғой да, бүкіл адамдарға да. Иә, бірақ
иә құрметті достар, әр жұмыс істеп жүрген адамдар құрметке лайықты, сондықтан шапалақтарыңыз. Оның бәрі әзіл. әзіл ма деп аға? Иә, жоқ, ол үшін. Иә, ендеше құрметті достар, келесі көмекті хабарлайық. Келесі шығатын атыраулық Асик, шапалақтарыңыз. Қошеметтеріңіз! Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Құттықтап қойсаңыздар болады, жақында 25-ке толам. Қартайып батырмын. Туған күніме 4 күн қалды, бір 19 күні осы составпен жиналайықшы қайттан. Бәріміз Асан жақтан коттедж алып, қыз бала болып араласып отырып бәріміз. Жалпы байқайсыздар ма? Бір туған күніңе санаулы сағаттар қалған кезде андай бір мейірімді болып қаласың ғой, бір аянышты болып, бір жәутеңдеп жан-жағыңа қарап, бір қасыңдағылар сені құттықтайын деп жүрген білсең де білмегендей кейіп танытып, андай 12-ні күтесің де андай уақыт санап, бірақ жыл сайын менің анама мен туған күніммен құттықтау үшін 12-ні күтудің ешқандай қажет жоқ. Ол мені кешкі 10:30-да құттықтап тастайды постоянно. Әлі 12 болған жоқ қой десең, кетші қайыршы, мен ерігіп жүрмін ба таңертең жұмыспен деді. Мамаға болады ол. Жалпы андай туған инстаграмда сені құттықтайды ғой жалпы туған күніңмен деп. Сіздердің мысалы андай достарыңыз бар ма? Тек қана инстаграмда туған күнде сөйлесетін ғана. Мысалы мен сондай досым бар, екеуміздің сообщениемізді ашсаң, 2022 жыл туған күніңмен брат дейді маған. Мен рахмет дегем. Дым жоқ, сразу 2023 туған күніңмен брат дейді маған. Бір қызы мен вообще құттықтамаған ананы. Биыл ойлап жүрмін бір андай құттықтап туған күн біліп алып, бір жылда 2 сообщение қылып таң қалдыртсам деп ананы ұрға. Жалпы мен қазір андай қыздар түсінбеймін. Қыздармен сөйлескен кезде қыздар айтады маған, сен абьюзерсің дейді маған. Мен білмеймін, үлкен кісі ондайды абьюзер дейтін не деген сияқты. Абьюзер дейтін сұрастырып келсем, қызын бір жерге жібермейтін, андай бүйтпе сөйтпе деп айтатын жігіттерді абьюзер деп айтады екен қазіргі қыздар. Сонда қалай ол жігіт болғасын болады ғой, ондай болу керек қой, жібермеу керек дейтін сияқты. Мысалы, мен қалай қызым ойынша мен бүйтуім керек па? Алло жаным, қайдасың? Нұржігіттің қасында. Болды жан. Болды, шыққасын хабарласар, жақсы кеште болыңдар. Шыққасын хабарласарсың. Жоқ, уайымдама, ғабит алып кет. Болды. Ғабит алып кетсе болды, уайымдамаймын онда. Босағанда өзің айтарсың деп. Ол жігіт болғасын болу керек қой ондай дейтін. Жалпы, сол үшін де әлі андай біртүрлі үйлене алмай жүрмін. Жалпы үйленуден қорқам өзім. Үйленуден болғанда, үйлену процесі андай. Құдалардың бір-бірімен бетпе-бет келетін кезі бар ғой, сол мен үшін қатты қорқынышты. Әулетіңде бір адам обязательно бастайды ғой. Қызың жаман жерге келген жоқ деп. Ауқатты отбасымыз, бизнесіміз бар дейді. Мама қойшы, обналичкамен айналысу, ол бизнеске жатпайды. Қыз жақта қарақ болмайды ғой, обязательно бастайды. Біздің қызда ол жерге қарақ болған әулеттен емес дейді. Қызым инабатты, ибалы дейді. Апа, клубта таныстық қызыңызбен. Жерге қарақ болмаған болғанда, жерге қарақ құсып атқан жерінен таныс. Ойнап айтам, ондай көтер алмайтын қыздармен сөйлеспеймін мен. Қатты көтеріп қоятын қыздармен сөйлесем. Андай дос балдарыңыз бар ма? Кіммен жүріп атқаныңды біліп алып, берекетіңді алатын. Кіммен жүріп атсың дейді, мөлдірмен десең. Кім мөлдір? Педколледжде оқитын ба дейді. Шошып кетесің уже сразу. Қайдан танисың деп. Алтынгереева да фамилиясы дейді. Танисың ба дейді. Айтпайды, до конца интрига ұстайды саған дейді. Білем ғой, Зачаган жақта тұрады да дейді. Қайдан танисың, айтшы десең. Алиханды қайдан танисың деп сұрашы, өзі айтады дейді саған. Шошып кетесің ағам. Қайдан таниды десең, просто құда боласы болып шығады ғой, тек қана. Андай дос қыздарыңыз бар ма сосын? Бір ерсі күлетін.
қоғамдық орындарда адамды ұялтып сондай ерсі күлетін қыздар болады, еще дауысын шығарып бақырып күліп, еще артынан деп. Ана айтасың ғой, қойшеш, адамдар қарап отыр десең, қойше, мен кім таниды, пофиг емес па дейді. Пофиг емес, ол адамдар отыр ғой жан жағымызда демалып. Именно андай балдар шаршатады, бір өзінің жеке наушнигі жоқ дос балдарың болады ғой. Сондай адамдар шаршатады мені. Анау бір жолда кайфовать етіп, бір өлең тыңдап барайын десең, адамның басын кетіріп наушнигін бір құлағын сұрайды ғой. Ана бермейін деп ары қарай күшті болып тыңдап отырсаң, анау жолға қарап аянышты болып, жарым балдар құсап, трассаға қарап отырады дейді. Ананың кесірінен сен бір құлағыңмен райымды, бір құлағыңмен трассының дауысын естіп барасың барғанша. Жалпы андай бала күндеріңізде бір мамаларыңыз үшін ұялған сәттер болды ма? Мысалы, менде сондай сәттер бала күнімде жиі болатын еді. Мамаң магазинге жұмсайды, бірдеңе алып кел дейді, барасың, алып келесің, қарайды. Мына срок өтіп кеткен ғой, қайыршы мына қай қатын саған беріп жіберген. Бала сынып тұр ғой, сен жүркеттік түсі алды ма деп магазинге апарып, адамды ұялтып, ана магазинге бір ай кіре алмайтын қылып тастайды сен. И содан кейін мен тағы магазиндегі ыңғайсыз, магазинге мамаң жұмсайды, бірдеңелер алып кел дейді де, барып Ләззаттың атына жазып қой деп айт дейді. Өзі қиналмай айтады ананы дейтін. Мен ғой қарызға сұрайын деп тұрған магазинге. Магазинге барып, тербеліп, жарым адамдар ұқсап, артыңдағы очередте тұрған адам бәрін жіберіп, магазиншімен бетпе-бет келіп қаласың, қарызға екен білді. Ана магазинші саған бұлданып береді, лақтырып заттарды. Еще ең ауыр сөзді сен естіп келесің ғой. Болды, шешең айт, енді қарызға бере алмаймын. Үйге сондай сөз естіп келесің да сен. Тағы да ыңғайсыз сәт болды мен үшін бала күнімде, мектепте класс ақша жинайды ғой барлығы. Сол кезде сен үшін апайың қосып жіберген ұят қой. Еще ол айтпай қосып жіберсе екен, айтып қосады ғой ол дейтін. Так, Алихан берді. Так, Асланбекке өзім қосып жібердім дейді. Ана бір мына қайыршыға өзім қостым деген сияқты естілетін еді маған бала күнінде. Сол кезде ойлаймын, бір маманың 1000 теңгесі болмады ма маған қосып жіберетін деп. Бірақ осы сәттердің бәрін күліп қазір қарап отырам, себебі мен үлкен анама өзім рахмет айтам. Осындай үлкен сахнаға шығып, абыройлы адам болуыма бірден бір себепкер болған адам ол менің анам. Бүгінгі концертке өзі келе алмай қалды, себебі ода таңертең жұмыс. Менде осымен бітті, рахмет. Асипке құрмет қошеметтеріңіз, қаттырақ. Ендеше құрмет достар, сіздердің қаттырақ қошеметтеріңізбен ортада Самат Қуанғалиев. Қалайсыздар? Көңілге қалай? Шапалақтарыңыз қаттырақ. Залда қандай жылғылар отқан білгім келіп тұр мен. 2007 мен 2000 жылғы аралықтағы жастар бар ма? Вау, көппіз. Енді 99-дан 90-ға дейінгілер шапалақ ұрсыншы. Енді 90-нан арғарай. Арғарай деймін, апа. Плюс-минус замандаспыз да? Ендіше қаттырақ шапалақ, мен бастаймын, кеттік. Байқайсыздар ма, біздің заман өтіп кеткен ғой. Сезілет, кішкентай балдарды көріңдер ма мектептегі? Басқаша ғой, әдемі ғой. Түрі, шашы, киімі, бәрі. Сосын 11-ші класстар мұндай ғой, байқадыңдар ма? Қарап айтасың, 11 оқыдың ма? Біздер үлкен болдық қой деп. Олар күшті. Біздер мойындандаршы, біздер урод болдық қой мектеп кезде. Шын ғой, мойындандаршы, или мен жалғыз болдым ба урод? Мойындандаршы. Мысалы, мен ұялам, көрсетейін деп тұрмын. Мен мектеп кезімдегі фотом бар міне. Қарап жіберсеңіздер. Не мұнау? Бангладештің балдар сияқтында. 8-ші классқа дейін Алжирда оқып, Оралға көшіп келген балдар сияқтын. Қазіргі балдар мұндай емес. Қазір құрмет достар, фаталити болады сендерге. Жүрегіме ауыр, жүрегі слабыйлар кетіп қалсын. Мен мұндай фотом бар міне. Ужас қой мынау да.
түрмеден шыға сала паркировкаға кіріп келген адамдар ұқсап. Не істеген мынау, қарамаған ғой мынау. Мен 6 оқимын да, бірақ уже мына түрге темекі арақ сатасың ғой смело. Аяғымдағы туфлише. Мама, неге маған қарамағансыңдар? Не мынау? Жаным дейді ғой шосыған. Едегілер туысқандар. Жаным бейсін мынау, беріп өлтірекші ғой мынау. Сосын кеше желіден көрдім. Ләйла Сұлтан қызын танисыңдар ғой, Сол желіге осындай суретін салыпты, до и после. Астына жазыпты, қазіргі түрім ол таза еңбек деп. Ләйла Сұлтан қызы ренжімеңіз. Жоқ, таза еңбек дейін міне. Міне таза еңбек. Жалпы қазір байқайсыңдар ма? Айырш, пожалуйста. Менде адаммын ғой, жүрек бар менде де. Байқайсыңдар ма? Қазір кішкентай балдар әдемі. Прическа да күшті, ата-аналар күшті қарай ма? Қазір балдарда даже мұрын боқ жоқ қой, байқайсыңдар ма? Мұрын боқ алып жүрген кішкентай бала көрмейсің ғой? Тап-таза. Бұрында бізде биткенде, мынау қатып жасыл болып. Былай шығып, мұн жеріне турникке тартылып алатын болды бізде. Ондай жоқ. Бөжай келатыр деп қорқыталмайсың қазіргілерді. Там сыганға беріп жіберем дейтін. Яндекс такси шақырып өзін салып жібереді сыганға. Кішкентай балдар. Өте мықты. Мысалы, қазіргілер iPhone ұстайды. И қазіргілер кәдімгідей әдемі. Бірақ біз шүкір мектептен қарағанда қазір әдемі болып қалғанбыз ғой түрімізді. Өз-өзімізге қарап, заманға ілесіп, кішкене түріміз келіп қалған. Мойындайықшы да, бұрынғы мектептен қарағанда қазір уже басқашамыз ғой. Бәрі өзгерген. Так. Брат, өзгерген түрім ба? Ё-моё, мектепте қандай болдың, брат, сен? Шығып кетші, пожалуйста, дейсің. Ойнап айтамын, отыра беріңіз, әзіл ғой, Дэдпул дейсің. Так, құрметті достар, енді менде андай болды, кішкентай балдар iPhone ұстайды ғой. Миллион тұрады iPhone. 16 Pro 1 миллион тұрады жақсысы. И соны ұстайды. Менде ондай болған жоқ. Мен мектеп кезінде iPhone былай тұрсын. Мен оқу құралын өзін армандадым алуды. Оқу құралды дұрыстап алып берсе екен деп. Мен мына пеналды армандадым бала кезімде. Маған қатты арман болды. Рахмет. Мына пеналы барлар кісі еді ғой кәдімгідей. Шетіне қойып көрсетіп. Асықпай ашып ананым, текшелеп резинкасына салып. Қатты қызығат едім. Үйдегілер де маған пенал алып берді. Қандай екен десеңіздер, мынандай пенал алып берді. Не мынау, рюмка ма, бутылка ма, не анау. Бычқылбан крышкасына бейнелеуде су құйып гуаш іздесін ананы. Сумкадан шығару, ұят ананы. Бір күні мектепке барсам, бүткіл класстастар бір жерге үймелеп жатыр. Үйме шошып кеттім. Барсам, бір класстас қызым кетіргіш сатып алған. Кетіргіш. Ана кетіргіштен жвачканы иіс шығады. Мен шошып кеттім. Мен ойладым, енді заман дамымайды болды. Осылай қаламыз. Біздің балдар жек қой қолды ана кетіргішті. Шошып кеттік. Маған да кетіргіш алып берді, примерно біліп тұрсыңдар ғой енді. Покрышканың иіс шығады онадан. Ана көк жағы типа ручка кетіреді. Маркетинг сондай. Кетіреді базар жоқ. Дәптерін тесік болды. Пайда қаспайды анадан кейін. Мен мектеп кезде жазуым өте шамалы болды. Маған ұрсатын еді мұғалім. Ата-анасы қараңыздар, Саматтың жазуы шамалы. Мама айтады маған, неге шамалы? Мен айтамын, мама, мына ручкамен барлық адамның жазуы бычып болады. Да Винчи жазса да бычып болады мынадан. Но бірақ қару болды, білесіздер ма? Басына артына алып тастайсың, қағаз саласың. Қақ шекесіне жазып тастайсың ғой. Екі-үш мына үштағышпен ұштап, мындай қылып тастайсың ондай. И тағы ұрсады маған. Балаңыз бұзық деп. Мама айтады. Мен айтамын онда, маған нормально ручка алып беріңдер онда. Басатыны бар кәдімгідей, жүрейін ел қатарлы. И алып береді, оны құрттап, автомат құсап шашып, пружин жоғалтып басылмайды қылып тастайсың ғой. Содан кейін бір күні базарда жүрсем, мен армандағы ручканы көрдім ғой, iPhone сияқты болды маған. Мен мындай 3 в 1 ручка көрдім, прикинь. 3 бастысы бар, шошып кеттім мен, қалай? Осыны жыладым, алып берді. Мектепте хитовать еттім, ана көрсетіп. Самат Қызылпастович дейді ғой. Күчік мә. Андай көкпен жазып, қызылмен жазып кетесің, ұтып кетіп. Құрттап, ана үшеуін бірге шығарғың келеді ғой аузынан. Жан-жағына басып, аузын сындырып тастайсың ғой.
сосын сынбаған жағына бүйтіп тіреп жазасың ғой жазуды. Ит болып. Рахмет, шапалақтарыңыз. Қазір кішкентай балдар шамалы, сит болмаса, бұл жылақ қалатын балдар ғой. Біздің кезімізде свет болсын, сит болсын, болмасын, бәрі болды бізде. Любой заттан ойын шығарамыз. Біздер үйдегілер бір жаққа кетіп қалса, біз осында үй салатын болдық. Кайф еді ғой. Іші уютны ғой. Ішіне пішіне бірден ақ қой жеп отырасың ішінде. Ішіне кіріп, шыны үй салғандай бүйтіп жатасың ғой, довольный болып. Үйдегілер келейді, айқайлап, сосын сносқа жібереді болды үйінде. Сосын жатасың. И бізде андай болды, короче, үйде ішім пысады. Қазіргілер андай кино қарамайды. Рейтингін қарайды, бірінші триллерін қарайды, біреу ұсыну керек, 10-10, 7-3 сондай. Бізде ондай болған жоқ. Бізде лишь бы бір қозғалса болды. Мультикке похожилау бірдеңе болса болды бізге. Әшейін газет жатады, ортасын ашқанда осындай программа тұрады бізде. Иә. Ішінен қарайсың там. О, Ван Дамның киносы, мультфильм, Один дома. Бәрін жазасында қарауға ұмытып кетесің ғой болды. И бізде байқайсыздар ма, бізде бала кезімізде, бір жас кезімізде мектепте парфюм дейтін ұғым болған жоқ. Бізде парфюмын болу үшін жасың 40-тан асу керек болды бізде. Тек пахандарда болатын болды. Бізде мынау хит болды мына. Шоколадный акс шашқандар бар ма, жігіттер? Негізі қолтыққа шашатын ғой. Рубашкаға полный шашып алып, вечерға кіріп барасың сасып. Шоколад болып. Ортаны бермей жүрегін айтып адамдарын. Сен қасында отқан қызға шай деріске кетеді ана иіспен. Балдан бәрі шоколад сасып жүреді. Вальс билеп отқан сыртынан қарасаң, қыздар сникерспен билеп отқан сияқты ана жерде. Күшті. Ол кезде клубника шоколад деген болған жоқ, өзің шоколаде болып кіріп барасың да ондай. Осындай ностальгия әңгімелерді естіп, бір күшті болып қалдыңыздар ма? Иә, бір күшті болып қалдыңдар, қазір семейный проблема туралы айтам. Бұның бәрі артта қалды. Қазір мен үйлендім. Залда семейныйлар бар ма? Шапалақ ұрсынша. Енді бойдақтар бар ма? Шапалақ ұрсынша. Ей, бойдақтар. Шапалақтан қатты шығады сендердің. Қолдарын дер көрмесін. Так. Жалпы үйлендім, басқаша. Үйленгеннен кейін андай қыз бен жігіт болғаннан бөлек, үйленгеннен кейін андай бар, еркектер түсінеді. Әйелін тек қана видеозвонокпен звондайтын болады саған. Любой жерде аласың, сосын айтады, не болды десең, айтады, қызың ғой, папаны көрем деп қоймай айтқан. 3 айлық қыз сөйлетіп жүреді ғой. Сосын балаға береді, бала вообще шаруасы жоқ камерамен. Өзі жалмандап қайда жүргеніңді, кіммен отқанды қыздар бар ма, жалмандап қарап алады өзі. Сосын андай бар. Шапалақтарыңыз. Үйден шығып бара жатқанда айтады әйел, ешкімге қарама дейді ғой. Не ол? Подъезден шыға сала деп жүрмейсің ғой мысалы. Қыздарға қарама дейді. Сол дүкенде қыз тұр. Кіріп барып қыз тұрса, салматса сүт бересі ба? Қай сүт? 6% деп тұрған мысалы Гонева. Андай болды, короче. Біз қайын жұртқа қонақ барамыз. Қайын жұртқа қонақ барған басқаша ғой, байқайсыздар ма? Еркектер түсінеді. Әйелім ренжиді, қайын жұртқа барғанда вообще әңгіме айтпайсың деп. Мен айта алмаймын вообще әңгіме. Бір түрлі ғой, еркектер сендерде сондай ма? Барғанда өзің андай оқып бүйтіп. Күшті болып. Күле бересің ғой, бір точка тауып аласың, обойға қарап. Сұрақ қойды, жұмыс қалай? Жақсы. Психтар сияқсың. Мата жетіспейді тек. Кеола жұмыс қалай? Жақсы. Өзім мәз болып. Төсіп береді саған, анау клен май сен жемейсің оны. Бірақ саған жегізеді ананы. Бүтір көрген, жемейсің, жұтасың ғой тіке. Бұл жібере бересің. Андай отырасың, сосын айтады, же, дәлдейсің психтар құсап. Матамын жерінде. Сондай уақытта, мен қатты ұялам, келіншегім қайын жұртқа барғанда өзгереді, дауыс шуандайды мен келіншегім. Үйден күшті деп бет барасың, үй кіргеннен кейін, қайын жұрттың үйіне кіргеннен кейін уже қызға, папаның қасына бар. Дауыс шуандап түсінбей қаласың, ана жақта жатасың. Шынайы күлкісін естейсің ғой ана жақтан. Бір-екі сағаттан кухнядан Самат дейтінді шығады уже. Бүйтіп жүрген әйелің ғой деп
қан жұртқа барғанда өзгереді екен бүйтіп. Дейтіндер кетеді уже. Сосын маған айтады енді, қыздар жазып жүрген жоқ па, қыздарға сөйлесіп жүрген жоқсың ба, біреумен кездескен жоқсың ба? Мен айтамын да, ол қалай ол? Оның ойынша мен андай сияқтымын, бәрі менен ұрпақ алып қалғысы келеді. Шыққан бойда 10 қыз дайын тұр еді подъезде. Міне, көшеге шығам, бір қыз жымиса, резко бастап көтемін. Гостиница 500 бұл. 3-ші этажға дейін көтеріліп кетіп кетіп, лифт ашыл. Барып, уақыт өт постельге, кинодағыдай деп ойлайды сияқты. Ондай жоқ деймін, айтам, қумаш деп. Ну, приятно, да? Сені солай істей алатында сеніп тұр да, елім? Мен туралы солай жақсы ойласам, мен ризамын саған. Андай күшті болып қалсын, қумаш деп. И ол мен осы түріме айтып тұр да. А егер ол мына түрім болса, қазірге, ол айтпайды еді олай. Басқа сұрақ болатын еді уже. Кіммен іштің бүгін? Қайда іштің? Басқаша өзгеретін еді. Рахмет шапалақтарыңыз. Кейде бір ұрсып қалып не істегенде байқайсыңдар ма, әйел адамдар өзгеріп кетеді де, бір ішінен басқа адам шыққан сияқты болады ғой. Дауысы грубыйланып. Ондай барлық адамда болады екен. Жалпы, любой адамның ішінде бір мамбет өмір сүреді. Жүрегінің түбінде бір мамбет бар. Ол иногда шығып тұрады. Ол сен оқымысты бол, 5 диплом болсын, ол мамбет по-любому шығады. Көшеде келатасың өзімен күшті болып. И алдында здание тұрады. Үстінде одақтар үйі дейтін жазу. Ана мамбет шығып, оның алдына бір әріп қойып, керемет одақтар үйін басқа бір денені үй қылып жүреді ана жерде. Сосын бір дос балан Арменияда машина алады. Арменияда машина алып келеді. Құттықтайын деп жатқанда, ана мамбет шығып номеріне қарап, дейтіндер болады. И ондай мамбеттер көп шығады, бүткіл жерде шығады. Қыздарда да шығады ондай мамбеттер. Күшті болып неке қиып атады, кәлимасын айтып, майысып. Мақырға келгенде, ана мамбетка шығып, жет самолет, хочу. И андай подружкалар бар жастар. Көшеде өздері партиге кетеді да, қыздар. Олар тексеретін қасынан келеді де, ішіне мамбетка шығып, давай ұрып көрейік. Ондай да бар. Еркекте де көп шығады енді. Мысалы бір туған күнде күшті болып, галстуғын тағулы барасың, и туған күн ортасында іші пысып кетеді де, іштегі мамбет шығады да. Жай ғанып түсін ма, бауырым? Жай тесіліп отырсың ма маған деп 11 жыл оқыған кластасына тесіп отырады ғой. Жалпы әйел адамдар солай жаратылған, қызғаншақ болады, сұрайды там, біреумен жүрген жоқсың ба, сөйтіп елестейді, оларда фантазиясы кетіп қалады, телефон алмай қалсаң, значит сен бір орыс қызбен жүрсің бір жерде. Сондай ғой, короче. И мен айтамын ондай. Мен өзім үйленгесін адал болғым келеді. И жалпы сондай ниетпен үйлендім ғой енді. Любой еркек сөйтіп үйленеді. И жаңағы ортада мәміле жақсы болса, менде андай болды. Бір күні маған соны сезіндірдім. Мен айтатын әңгімем 100% шын информация. Түс көрдім, короче. Түсімде, серьезный әңгіме, түс көрсем, измена жасап жатыр екем әйеліме. Бір блондинкамен. Измена жасап жатыр екем. И сөйтіп не істеп жатқан кезде, әйелім мен қызым кіріп келді, короче, бөлмеге. И әйелім мен қызым жылап жатыр. Әйелім бірдеңе айқайлап жатыр, мен андай не істерімді білмей қалдым. И қызыма қарап қалдым. Қызымның көз жасын көрдім, короче, көзінен. Андай басқаша қарап тұр да маған. И мен қатты дірілдеп кеттім, мына жерде тұрып жүрегім бар ғой. Мен ананы сезіндіре алмаймын сіздерге, бүткіл тітіркеніп, қатты напряг болып қалдым. И ұйқыдан оянып кеткенде сол состояниені сезіндім ғой, короче. Мен ана жерде бас көтеріп, еркек болып бірдеңе айта алмай қалдым. Бірдеңеге де жауап болған жоқ. Мен қызыма не деп айтам? И сол состояниені мен өмірімде сезінгім келмейді. Вообще. Жалпы адамда арман көп, менде арман бар. Ол материальный жағдай емес. Ол бірінші идеальный сын болу, сосын идеальный муж и супер папа болу. Осы үш арманымды барлығынан биік қоямын. Менде осымен бітті. Рахмет көп-көп. 3 жылда құтты болсын. Возьми микрофон, идеальный друг мой.
Самат Қуанғалиев, құрметті достар, шапалақтарыңыз. Күшті жаңа түс туралы айтып жатсың ғой, не? Үйдегілер жаман жақсы көріп кеттің бе? Иә. Тек құшақтай бердің да, жылап. Сезіндім бар ғой. Сезіндің ба? Қатты сезініп қалдым. Да. Сен оны не сен өмірде істедің ғой, оны неге айтып қойдың бәріне? Сондай болса, не айтамын? Иә. Сен де болған сен әйел туралы мен андай Жоқ, кішкене взрослый айтып жоқ, жатырмын. мен оны жақсы көремін қатты. Мен жаным, менің жүрегім. Жоқ, андай жалпы взрослый жизнь туралы кішкене семейнен болғасын балдардың арасында сондай тақырып оқыдым да. Сен вообще таныс болдың ба? Саған жиза болды ма жаңа мен айтқандарым? Бәрі жиза болды. Бәрі жиза болды ма? Иә. Ішіне мәмбет шыға ма сен? Неше шығады? Ой, ол мәмбет күнде шығып жүр ғой ол. Ол жерде де жүр ғой бір мәмбеттер. Жоқ, күшті семейный жизнь дейтін өте күшті. Сол себепті құрметті достар, бір-бірлеріңізді жақсы көріп, жұп-жұп қылып жаратқан ғой негізі. Байқайсыздар ма, андай серьезно бар ғой. Мысалы, келіншегімен ер адамды көрсең, сұқындары ұқсап тұрады ғой. Знаешь, білсің бе? Білсің бе? Маған ұқсаса әйел ма деймін ғой? Өзің көтеріп тұрады. Мен әйел адамдардың несін түсінбеймін, короче. Үйде ұйықтап жатасың ғой, көп жұмыс істеп. Сосын бізге де уақыт бөліш дейді, короче. Жігіттер андай екен, короче. Үйде ұйықтағанын семьямен бірге уақыт өткізгенге саналмайды екен, прикинь. Ол саналмайды ол. Саналмайды ол. Жоқ, сен ұйықтап жатсың ба? Ұйықтап жатсың ғой, потому что Самат сен көріп. Қызым былай басып жатады міне. Басынан. Әйелін 100 рет оятады, но сен саналмайды үйде болған. Саналмайды, ол жер сен тек жатсың, все. А сен апару керексің, бір жерлерге қыдырту керексің, қалтаңнан Каспийдан ақша шығу керексің де. Онда сыртқа ұйықтаймын мен. Скамейкада ұйқым қалады мен. Бірақ әңгіме жоқ, отбасыңды, балаларыңды аялап отыр ғой сол келіншек. Саматтың үйіне смело кірем енді. Асырап отқан шығармыз аттак. Иә. Рахмет көп. Аман болыңыздар. Рахмет, концертіміз бітті. Кетіп қалсақ бітшті құлды. Иә, ендіше құрметті достар, келесі шығатын комик, қаттырақ шапалақтарыңызбен ең кенже комигіміз Алихан. Қошеметтеріңізбен! Вау, тамаша! Бәріңіз кәм әп-әдемі болып отырсыздар ғой деп айтайын десем, көрінбейсіңдер ғой сендер маған жерден бар ғой. Так, бұлай аккуратны қарап алайықшы, так, бірінші қатар, Ана бірдеңесін түсіріп алған қыз, саламатсыз ба? Есіміңіз? Кім? Аружан. Кіммен келдіңіз? Жалғыз өзім? Датауа достарың жоқ па не? Так, қыздар жағы беттеріңізге айтайын, әп-әдемі болып отырсыздар сіздер, қыз көріп тұрмын мен жерден. Аружан, иә, дұрыс қой? Неше сағат бояндыңыз бүгін? 1,5-2 сағат? Базар жоқ. Уходқа 1,5-2 сағат па тек қана? Еркек болып дүниеге келгеніме қуанамын мен, осындайда бар ғой. Біздің балдардың ухода рахат қой бар ғой, кәм. Душқа түстің, новый дамбал кидің болды, пожалуйста, бар ғой. Оны қыздар сендер мойындамайды шығарсыңдар уход деп. Ол уход мен сендерге айтайын. Просто біздің чувствоны сезіне алмайсыңдар сендер бар ғой. Бәрі кіреді ана новый дамбалдың ішіне. Тоналка, мицеллярный вода бәрі кіреді соның ішіне бар ғой. Сол новый дамбал киіп алған күннің күшті өтеді ғой, байқайсың ма ерболдар? Қалайсың деп күшті болып жүресің өзің. Ендеше мен стендабымды бастайын. Әрине сіздердің құрмет қошеметтеріңізден кейін. Мен бүгін барынша шынайы болам, короче. Ішімде ештеңе қалмайды, барлық құпиямды сіздерге ақтарам. Біздің үйде тарақан бар, пожалуйста, міне біріншісі. Немножко про себя. Вообще черный. Жасым 21-де, түрімен жасым бір-біріне вообще сәйкес келмейді. Базарға барсам, киім қарап жүрсем, бір апа не рұмат еді мен всегда. Балам школьный форма қарап жүрсем, балам школьный форма. Чүт апа, мен сен айтайын бар ғой. Залда квартиранттар бар ма, шапалақ ұрайықшы? Чисті квартиранттар. Енді өз үйінде тұратындар бар ма, шапалақ ұрайықшы? Алдағандай болмай ұрайық, я? Андай, деп ұрмайық олай. Квартиранттарға қарап. Дейді ғой? Если че, мен де квартирантпын. Мына біздер квартиранттар көшпелі қазақ салтын ұстанып жүрген жандарымыз, мен сендерге айтайын. Міне, я. Базар жоқ, малымыз жоқ, өзіміз мал болып жүрік, базар жоқ. Бірақ сонда да салтқа берікпіз біздер дейтін бар ғой. Мен семьямен квартира жалдап тұрам, мамам, екінім, төртеуміз квартира жалдап тұрамыз. Әр айдың 15 күні біздің вообще настроениеміз болмайды бар ғой. Себебі даладағы адамға 100 000 теңге аударам.
Не үшін? Үйім болмаған үшін. А ол неге артық 100 000 теңге алады? Артық үйі болған үшін. Ең нервыма тиетіні, мен еще хозяин деп айтамын ғой, оларға адам басын кетіріп кәм. Жалпы квартираның кейбір хозяиндардың басы жасамайма бірдеңе. Біз квартира іздеп звондасақ, олар айтады, бізге семейныйлар керек дейді. Я, біз семейныймыз дейміз. Но без детей дейді. Қалай ол? Семья болғасын детей болады ол дейтін. А вот кейбір квартираның хозяиндары молодец кәм бар ғой. Оларды кірерде бір көресің, сосын болды. Ана үйді билеп төстеп бастайсың уже бар ғой. Анау тірі ме жоқ па платежден дегеннен біліп отырасың, Каспийдан бар ғой. И осы күнге дейін есептеп қарасам, прикиньте, мен 54 рет көшкем ғой, ойлаңдаршы, 54 рет. Уже көшу проблема емес мен үшін бар ғой. Маманың көшеміз деген сөзі маған приятный естіледі уже. Бала, мен саған сенем дегеннен де приятный естіледі анау дейтін бар ғой. И каждый раз көшіп барған үйімізде мен уже заттарын шығармаймын, мен жатады солай коробкада. И біз каждый новыйға көшіп барған уақытта қаланың шетінен бір нағашы әжем келіп мені үйді аластап кетеді, жаңа түтіндетіп, бүйтіп сөйтіп аластап кетеді. Примерно 13-ші үйге келгенде әже сынды сол жерден бар ғой. Тауық айтты. Маған айтты, мен сендерді жақсы көремін, но дальше сами ребята деді, мен сендер айтайын. Соның салдарынан таңда бастырып қаламын мен мысалы қазір. И қазіргі таңда біз каждый раз көшкенде біздермен бірге тарақандарымызда көшіп жүреді бізбен бірге. Квартира таңдасады олар бізбен. И біз уже үйреніп кеттік тарақандарға. Басында үркейтін болдық кәм. Қазір мама іздейді. Что-то 2-3 күн болды, көрінбейді тарақандар что-то. Отбасымыздың бір бөлшегінен алынар дейтін бар ғой. Мен бірақ басым кетеді ана тарақандарға бар ғой. Түнде кухняның светін жағып қалсаң, вечер жасап отырады ғой кәдімгі. Дастарханда площадь қылтып. Білмеймін, жұрттың тарақандары дихлофосқа өледі. Білмеймін, мен біздің тарақандар түсінген жоқ мен вообще бар ғой. Шашып кетем, ертесі күні қайтып келсем, дихлофосқа сүйініп өліп күтіп тұрады мені. Не ал, и чё ал, не болды ал. И каждый раз көшкен уақытта шкафтың астынан, паластың астынан менің бүткіл косягым шығады. Ұрлап жеген кәмпиттің қағаздары, құрттап бірдеңе өртек қарағам, соң артына лақтырсам, бәрі шығады соң. И каждый раз квартираға көшіп барған уақытта, новый квартираға, мама айтады маған, сен де таңдас, бұл үйде екеуміз бәріміз тұрамыз ғой, тек мен тұрмаймын ғой дейді. Мен таңдап білмеймін, маған жылы болса болды, по идее бар ғой. И мен кіремде мамамның көңіліне қарап, таңдасқан адамның кейпін саламын, короче. Өзіме новый бірдеңе қудыртып алдым, короче. Кіремде, включатель жағып сөндіріп қараймын. По идее бір комната, но бір жетеді анаған бар ғой. И біз И мен каждый раз көшіп жатқан уақытта шетелдіктердің көшкенін есіме түссе, жемен басым кетеді бар ғой менің. Байқайсыңдар ма, шетелдіктер жемен аккуратно көшеді ғой, заттарын коробкаға салып алған, сыртына Джессика, Майкл бірдеңе. Біз өйтіп көшпейміз. Бүткіл затты плетке саласың да, түйіншек болып аузың ұрылып батасың ғой. Тырнағың қайырылып ана түйіншекті көтеріп қалсаң, аспанға қарап қаласың бар ғой. Не баспалдақ көрмейді, примерно есептеп басып ана баспалдақты. Каждый этаж сайын бір заттан түсіретінім бар еще менің. И шетелдіктер көшіп жатқан уақытта ауыр заттарын балконнан кран арқылы түсіріп алады. Мен андай бір шетелдік көрмеппін, 7-ші этажға қалаға дейін түсіріп жатыр. Итерме, тәуішің балып қойды дейтін. Американец вообще көрген жоқпын мен бар ғой. И мен бала күнінде бір комнаталы квартираларда көп тұрдым. Өз үйінде тұратындар сендерге түсіндіріп кетейін, қандай болатын оның. Бір комнаталы квартира, короче, мында есік ашасың и сразу үй басылып кетеді, короче. Зал, кухня, спальня бәрі сол жерде. Анау біздің мамаға керім болды бар ғой. Үй жинау, пол жуу, сыпырып тастау дейтін 3 минуттық шаруа кәм. И дастархан әзірлегенде отырып қалдым, ерініп қалдым дейтін тема вообще жоқ. Міне, мама отырады, қасында газ тұр, пожалуйста, тамағын алды. Дастарханнан бірдеңе ұмытып кетсе, міне, пожалуйста, мына жерде холодильник тұр, міне, шығара қойды. Тряпкамен сүрту керек болса, мына жерде тұр бәрі. Мына жерде сапалақ тұр, алдың тарақанды қытық. Көшікті алдың, көрпенің жамылып ұйықтап қалдың, міне, пожалуйста. И бір комнаталы квартирада тұратын отбасылардың балалары зорлық-зомбылықты өте көп көреді екен. Бір ғалым зерттепті осыны. Ана ғалым по факту айтып кеткен ғой бар ғой. Білмеймін, сол уақыттарда өліп таяқ жейтін болдым екен бір үйде бар ғой. Білмеймін, бір комнат боласын үйдегілердің іші пысты ма, білмеймін. Жынданып бастады ма, түсінбеймін бар ғой. Бірдеңе бүлдірсең де көрініп қаласың ғой бір комнатта, байқайсыңдар ма? Сөйтіп өліп таяқ жеп алып, үйден кетем деп қалқы шығарғандар бар ма, шапалақ қарайықшы. Қайда барарыңды білмесең де киімдерін жинап тастап кетесің ғой. Миыңдағы принцип мамаңның алып берген киімдерін тастап кету жерде бар ғой. Сол уақытта миыңда неше түрлі сценарийлар кетеді кәм. Ертең байып кетем, үйге келмеймін, үйдегілерге бір тиын таптырмаймын, бала шағама таршылық көрсетпеймін деп қуып кетесің ана жерде өзіңнен өзің. Мамаңа барып мінез көрсетесің, капельнигің қайда меніңде. Мамаң да ол шансты жіберсін, прикол ұстайды саған. Құрғыр қайда батсың сен?
шешен үстіңдегінде мен ғой саған алып берген дейді. Пока кетіп кетейін. 3 ай каникулда жұмыс жасап қайтарып тастайын дейсің ғой. Отыр, іш тамағыңды қыршымай десе, одан сайын басын кетіресің. Ішпеймін, тамақтарың тауысып тастап жүремін деп әлдағандай болып қаласың өзің. Бір уақытта өлді таяқ жеп, жыламсырап, деп тамақ ішіп отырасың ғой. Осы уақытта маманың коронный сөзі кетеді, бар ғой, аузың жап та тамақ іш дейтін. Қалай ол дейтін, бар ғой. Маманың ең қорқынышты сөзі ана жақта жатып, балам, мұнда кел бірдеңе айтам дейтін сөзі. Жандырып жібереді ау сені. Бүткіл өмірің көз алдыңнан өтіп кәм, пленкада бар ғой. Қалтамда не бар еді деп кәм. А теперь вернемся к сегодняшнему дню. Оршам әлді мені. Кажется, я могу выступать на русском стендапе. Вах. Рахаттан тұрмған бар ғой. Қазір уже бала күндегідей емес, өмір вертяк. Жаңағыдай квартира төлейсің, артынан коммуналка келеді, оны төлейсің, артынан кредит келеді. Соны төлегенде тарифың бітеді қарғы сатқанда. Оны төлегенде Каспий Голдтан 2000 теңге қалғанда Каспий Голд за обслужку ұстап кетеді. Жоқшылық шашатты кәм, бар ғой. Жаман шашатты кәм. Мен кәм байский өмір сүргім келеді, бар ғой. Кәм байлардың өміріне жаман қатты қызығам. Байлардың тамақ ішу әдебінің өзі бөлек қой, байқайсыңдар ма? Кәм алдарына бүйтіп бір жеріне бірдеңесін қойып алып, кәм кішкентай қасық, үлкен қасық, шанышқы, пышағымен, набормен тұрады ғой. Бізде бәрімізде кішкентай қасық үйде. Рашкидің қай жерін турайсың мысалға деймін ғой. Байлардың әрқайсының баспастарда бір тарелкадан тұрады. Бізде ондай жоқ. Мама ортаға сковородканы лақтырады. Таласып, тармасып жеп, біреудің алдындағы етіне шауып, ыстық табаға мінжіріңді күйдіріп аласың ғой. Қоясың сосын сол жерде бар ғой. Бай отбасыларда тып-тыныш отырып тамақ ішеді бәрі. Бізде ондай жоқ. Біреу дамбырлап сөйлегенде, аузынан гречка ұшып, алдыңа сальто ойналып құлайды ғой кәм. Мыняңа қарасаң, бір әтшкен горшокте састы отырады адам, әші аппетитін күртіп бар ғой. Еще ана төккізеді ананы маған. Сүртесің еще ана бар ғой кәм. Әрбір отбасыда, рахмет, әрбір отбасыда бір кедейліктің жібін үзетін бір бала болады дейді. Білмеймін, не жібі анау біздікі, трос па, білмеймін, түсінген жоқ мен анау орағам. Өйстіп аузың ұрылып жүрсең, үйленбейсің бе деп берекетті адамдар шашатты мен ұры. Мен қызбен бір жерге кездесуге барсам, мұн жерде любой 100% балаларда сондай болады, мен сендерге айтайын. Қызбен кездесуге барып кафе бірдеңе деп отқанда, менің миымда бухгалтер апа бәрін есептеп отырады ана жерде. Так, ана қыз выпипай десе, ана бухгалтер апа шотрын ұстауды, так, выпипай 1300, миыңда 10.800 теңгеден асып кетпесе екен деп отырасың, бар ғой. Жаяу қайтатын тым желайын жоқ. Таксиге тиының болмай, маршрутқа отырып қалсам, сбор жинап жүрген волонтерлар именно маған келеді, адам базарын шығарып бар ғой. Бір күні маршрутта бір қызық болды, короче, маршрутта кетіп жатырмын, бір қыз айтады маған, сен де маршрутпен жүресің бе не дейді маған. Дедім, нағыл деймін мен. Ішімнен енді көрмейсің дедім анаған бар ғой. Өйстіп аузың ұрылып жүрген уақытта, нормально, бізде кезінде қаңғып жүрдік дейтін ағалардың сөзі кәм жаман қуантады мені бар ғой. Мен қазір квартирада благоустроен үйде тұрам. Ешқандай благо көріп жатқан жоқпын, бірақ мен сендерге айтайын. Подъезде бізді квартирант деп жететеді бәрі. Бірдеңе шашылып жатса, явно квартиранттар ғой дейді. Квартирант деген сөз салақ деген мағынаны білдірмейді, көкем айналайын. Бір орыс кемпір бар, қарда шу болса бізге жетіп келеді. Че творите дейді. Я деп есік жауып аласың ғой. Біз емес деп айтқызбайды анау дейтін бар, мен сендерге айтайын. Сол орыс апаға айтқым келіп тұр. Квартиранты тоже люди. Мен барынша шынайы болдым деп ойлаймын, мен де осымен бітті. Рахмет. Алиханға шапалақтарыңыз жастырақ. Бір сырық бар Алихан сенде. Екеу бар. Еу жаным, Алихан. Болды. Алихан всегда өз өмірін айтады. Мен де квартирантпын, молодец. Еу жаным, аяқ күттің ба. Анда жаңа мен жаңа екеуміз пит ішедік, соны наны қалчыш. Алихан тарақандарын жүр. Біз алып келмеді жоқ біз. Бар аяқа. Алихан. Өзі кішіпейді ғой сондай, қасқа Есеновтан бәрі ашылды ғой, галстук алып, носки, трусы, платок алды ғой балдар. Қасқа кішіпейді қолды бір андай күшті кофта алып алыпты өзі сондай. Алиханға шапалақтарыңыз. Молодец. Алихан жалпы любимчик сияқты да, жалпы Алиханды қарауға келгендер бар ма? Чисто Алиханды. Армат, Алихан шайқа ұйықтайтын уақыт болды. Келеш шығатын жігіттің образын айтайын мен. Так.
өзі сондай андай үндемейтін не істейтін бала ғой. Арамдау бала, короче. Біздер мысалы образды алдық та сахнаға, примерно түсініп тұр, енді кие алмаймыз ау ешқай жерге деп. Ол болашағын ойлап, алда бір-екі тойым бар ғой деп. Сондай бір болашағын қатты ойлап қоятын жігіт. Ендеше қарсаңыздар Темірлан Өтеғалиев! Аса бір күн өмір сүреді. Масалар бір-біріне саған ұзақ ғұмыр тілеймін деп айтпайды. Жазда даладағы әжетханада отырсам, маса толып жүр. Барлық масалар жинадым да айттым, масалар өздерің бір күн өмір сүресіңдер. Әжетханада не істеп жүрсіңдер сендер? Сендер ұшу білесіңдер ғой, бар орталыққа барыңдар. Бір күндік өміріңде не көрдің? Темірланның арт жағын көрдім мен. 65-тер шаршатты мені бар ғой. Біздің маманың құрдастары бар ғой. Көңіл күйім түседі соларды көрсем. Менің балалық шағымнан жағымсыз ақпараттарды біледі ғой тек. Мә, Темірлан үлкен жігіт болған ғой. Кезінде мүрінбей ақып жүретін еді осың. Кезінде мен балам, сен басың жарттады білесің ба? Аттан құладың кезінде сен. Кезінде өтенінен бөғ ағып жүретін бала еді. Не ғой? Мама, саған не жоға? Я, құрдастарың ішіп алған сен саусың ғой. Сен құрдастарың неге менің балалық шағымда мен қолы жүргенімді біледі тек, а? Сондай жағдай болмады ма не бізде? Маманың бір құрдасы мені әр бала көреді. Артынан келіп ұрып, кезінде сен осылай бала кезінде ұратын едік. Гүлмира. Енді ол естуші болма. Бала кезде сен мені ұрғаннан кейін мен қашып кетсем, енді ұрсаң жүгіріп саған келем, Гүлмира, менде қазір шақуат бар. 60-65-тер WhatsApp-тың авысы жалғыз өздеріңе арналған. Неге 7 адам бар фото саласыңдар сендер бар ғой? Жазған адам қайдан біледі сен кім екеніңді? Біреулер көгешінің фотосын салады. Бір сапалы көгешінің фотосы болса екен, біреу салған, сосын скриндаған, мынау 52-ші адам бар ғой. Ана көгешінің сапасыз фотосы құлпытасқа қоятындай болып тұр анау дейтін. Жақында анам айтады, балам есік алдына шықты маған көгешінің фотосын түсіріп алып кетші бар мама. Сенің өңінше не бәрің үй жағындағы суретін салып жатыр ма не көгешіндердің? Бұл өмірде ең қиыны 65-ші жылғы ішіп алған апайды шығарып салған. Мама айтады ғой, Гүлмира апаңды шығарып сал, құлақ қалмасын дейді. Гүлмираның салмағы 119 килограмм. Ол құлақ балғысы келсе құлақ бала алады ол. Мен оған кедергі бола алмаймын, мама. Түнгі сағат рахмет. Түнгі сағат 2-де бір апашқының қасында кетасың. Апа, абайла. Мен балам келді, сен басың жарты, сен басың жартпаймын қазір бар ғой мен бар. Балам мен чөті бана суды көп ішіп болғансақ шыдатпай жатыр мен. Ағаштың артына отырып алайын, сен артыңа қарама балам. Жолдасым ертеректе кетті, соны осы жерде айту керек па? Жерге, жақын жерге отырғасын, жолдасың есің кетсе ме сенің? Балам не ғой, бана отырған жерімде телефоның құлақ қалған, соны алып беш. Жо, Гүлмира. Мүмкін емес нәрсе сұраппысың сен мен бар ғой. Сенің телефоныңды іздеп, сенің жолдасыңды еске алуға желание жоқ мене. Суды көп ішіп қойғансың, арақты көп ішіп қойғансың, Гүлмира. Біз қазақ арақ ішу білмейтін халықпыз. Орыстар біледі. Орыс ішсе көңіл күй көтеріледі. Үстінде дым киімі жоқ орыс аязда ішіп алып, какая прекрасная погода! Я хочу жить! Ал қазақ ішсе, өлем!
Сендер мені жақсы көрмейсіңдер. Орыс ішіп алса мейірімді болады. Кеудесіне ит қысып алып, мой собачонок, что, есть хочешь, да? Я тоже хочу. Мы же бомж. Рахмет барлықтарыңызға. Но шай ішу білеміз енді біз. Жазда терілеп 40 градус ыстықта мойныңнан шылқып су ағып ол футболкаңа жабысып, ар жағынан қоп-қоңыр екі емшегің шығып қалған. Даладағы душқа барып салқын су құйып, оның жылаған күтуге ерініп, салқын суға түсіп, мұрның бітеліп, ангиның шығып, жазда гриппен ауыру біздікі енді. Ана ангинаны енді жұтынғанда енді ісініп шығып тұрады ғой бүйтіп. Үш басты айда қарсатсынған жерде. Ангинаның ауырту деңгейі шамамен ала туғандай. Оны маған анам айтты, мен туалды деп ойлап қалмаңдар құсын. Маған әлі ерте. Маған әлі магистратура бітіру керек. Жақында Алматы қаласында болдым. Алматыда метро бар. Адамдар жердің астына кіріп, қайтадан шығады. Оралда жердің астына кірген адам қайтадан шықпайды. Еске алып жылап отырамыз. Сол кеткеннен мол кетеді ол дейтін. Алматылық адам айтады маған ауыл қалғай дейді. Орал саған ауыл ма? Европа мен Азияның қақ ортасында қала саған ауыл ма? Бізде де YouTube бар айналайын. Бізде де влажный салфетка бар. Зубочистка когда как, но бар бізде де. Бізде не сарит дейтін жерде, не сарит, не курит дейтін жерде, не курит етеміз біз. Өзің қай жақтансың? Семей. Ауыл қалай. Сол досым алматылық аяғын ұрып алды да, саусағым дейді. Саусағы несі? Бізде аяқтағында саусақ дейді. Менде 20 саусақ па сонда не? Бәшпай дейді оны, бәшпай. Міне саусақ, міне. Аяқтықы бәшпай айтып тұр ғой. Бәшпай, жушы аяңды, бәшпай. Ол менің нағашымның аяғын көргенде, мынау бәшпай дейтін еді. Аяқтың тырнағы екі жанға кіріп кетеді ғой, алынбай. Нағашым соңғы рет аяғын тырнағын 7 сыныпта алған ау дейтін. Екі жанынан кіріп, бір-біріне қосылып, забор болып тұр ода дейтін. Ортасына үй салуға болады анаған. Нағашым мен футбол ойнасам, топ жартай береді ол дейтін. Сол Алматының жастары Хэллоуин ойлап жүр. Хэллоуин ойлаш. Қазақтарға еспейді, ерсі көрініп. Гүлбаршын деген қызға қайдағы Хэллоуин, сырттан да бетіңдегі 22 наурызға дайындал бар кет. Алматыда, Америкада Энтони деген жігіт ораза ұстамайды ғой. Ала Энтони таруаққа барасың ба деген жоқ онда. Алматының пешеходын түсінбедім. Жолдың ар жағы мен бергі жағы 2 километр. Машинаның жүретін уақыты 2 минут. Адамның жүретін уақыты 14 секунд. Ар жағына өтем дегенше машинаға қатсыны бар ғой. Ата, әжелерді аяйсың бар ғой. Жасыл жанды ма? Дегенде бітет болды. Маған айтады, осы жерде жол апаты көп болады дейді. Адамның жүретін уақыты созбасаңдар жол апаты мәңгі болады сендерде. Скутер көп жаныңнан өтеді, азынап барған олар. Өтіп батқанда қолың сосып қалған кетті, байқамай қалдым абайда. Көшеде келе жатсам, 6 оқитын қыз алабай ұстап батыр, бейті әрең. Қорқпаңыз, істемейді дейді. Ол істегісі келмегесін істемейді ол. Істегісі келсе істейді. Мен 65-терде Гүлмираға қалай кедергі болмадым, сонда солай. Сен де итіңе солай кедергі бола алмайсың. Маған айтады, итім айына 75 мыңның тамағын жетпейді. 75 мың, мен айына 7,5 күн жеймін тамағын. Біздің үйде мама айына 2 рет тамақ істейді. 6 рет тойға, 6 рет садақаға барып сарқытақ білет болды.
сарқытты 2 айға жететіндей қылып алып келеді ғой. Ама сен үйдегі адам санын білмейсің ба, қалай ғой? Жемесең жеу керек, сарқытты ысырап болады дейді. 75 күн болды мама жеп жүргенімізге. Сарқыттың уақытын, атын, жуынды де өзгертетін уақыт келіп бар ғой. Менің жазғы демалысым сенің сарқытыңмен өтіп жатыр. Шемішкі майды қолданшы маманы. Мынаны итке өзіне итте жемейді, ит. Жö, рахмет айналайын. Шемішкі майды қолдан айсылу. Басқа қалада жүрсең, сескеніп жүресің ғой, қорқып, үкіргеннің өзінде де түп деп біреу жоқ па камера. Білет, жан-жағыма қарамай түп деп үкіріп едім, мен жерінде камера тұр ғой мен. Жаңа түкірттім. Байқамай қалдым мен бар ғой. Алып тастайын ба қайтадан. Ренжімеңдер. Я же бомж. Сол басқа қалада жүргенде, сосын Алматының үй жақта түкіргенде, түкірген ағытына қарамайсың ғой, рақат. Дейсің ғой, біреудің бетіне тема, бәрі. Мен кешірім сұраймын, үй жақта иттерге түкірем мен. Алдап шақырып алам, ка. Оралдық көңіл күй. Стоматологларда Алматыда егін кәмпит береді. Егін. Ала беруге болады. Оралдан келген адамға егін деген сөз енді. Біреуін алуға бола ма? Екеуін алып бола ма? Бәрін алып сау болыңыздар. Жалпы басқа қалада жүрсең, үйіңді, туған жеріңді өте қатты сағынасың бәрін. Ауыз сасы, көшіңді, насыбай айтатын досыңды бәрін сағынасың бар ғой. Үй жақта бір үйір болып жүретін 18 ит сағынасың ғой аларды. Өз үйінен алыста жүрген әр қазақ үйіне аман есен оралсын. Рахмет, Орал! Темірланға шапалақтарыңыз қатырақ. Темірлан Утеғалиев! Казталовка, 60 килограмм. Қатырақ шапалақтарыңыз. Құрмет достар, келген жандарға көп-көп рахмет, демеушілерімізге көп-көп рахмет. Каусар фирмасына құрмет қошемет. Міне, нән, жүрек. Макс Пловқа құрмет қошемет. Ай Репабликқа құрмет қошемет. Және Есенов ерлер киіміне құрмет қошемет. Көп-көп рахмет. Бүгінге өнер көрсеткен резиденттерді шақырамыз. Кеттік. Аслан, Нұршат, Мирас, Армат, Асик, Алихан, Мирамбек, Темірлан, Гүлмира, Светлана. Құрмет достар, көп-көп рахмет, оралдықтар. Рахмет, Қазақстан, көргенімізге қуаныштамыз. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Келесі кездескенше. Рахмет, Қазақстан!